Қайырлы күн достар, бүгін өздеріңізбен өте дәмді әрі тойымды бір жасағаннан шығатын оңай тауық етінен жасалатын пирогтың рецептімен бөліскелі жатырмын. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, тіркеле өтіңіз. Ендеше бәлішіміздің жасалу жолына кірісек, мұнда мен бірінші жаңағы қамырын жасағалы жатырмын бәлішімнің. Дүкеннің қаймағының үстінен ерітілген сармайды жаңағы құйып, тұз салдым және жақсылап үшеуін араластырдым. Енді құрғақ қоспалардан алдын ала иілгіштен өткізілген ұнымның үстіне қамыр қопсытқышымды салып, ұнға араластырып, осылай қолымыздың көмегімен осындай жұмсақ қамыр иілеп, оны салафан қалтасына салып, жаңағы мұздатқышқа қойып қойдым. Менде тауықтың тартылған еті, оның үстінен жаңағы піспеген кәдімгі шикі картоп, пияз, тұз салдым, және зира салып жібердім, және қара бұрыш салдым. Енді осылардың барын жақсылап араластырамыз. Егер сіздердің тауық еттеріңіз құрғақ болатын болса, менікіндей, онда сұйық май құйып жіберді ұмытпаңыз. Сонда біздің жаңағы салмамыз сочный, дәмдірек болады. Осы кезде пешімізді қыздырып, мұздатқышта тұрған қамырымды екіге бөлдім. Үлкен жаңағы бөлігін формама пергамент қағазын төсеп, осылай тақтайшама қамырды жайып, видеодағындай етіп, өзіме оңайлатып, кесіп салдым. Және салмамды, дайындап қойған салмамды осылай барлық шетіне жаңағы бірдей болатындай етіп жайып салдым. Және екінші алып қойған қамырымды да жайып, осылай 4 бөлікке бөліп, қолымызбен ыңғайлап, жаңағы шет жақтары ашылып кетпейтіндей бүгіп шығамыз. Және шанышқының көмегімен бетін осылай тескілеп шығамыз. Жұмыртқамызды жарып, бір жұмыртқамен жаңағы барлық жеріне осындай кондитерлік щеткамен барлық жеріне жағып шығамыз. Қалауларыңызша бетіне жаңағы күнжуыт, мак, сондайлар сепсеңіздер болады. Мен мұнда пешім уже қызып тұр. Енді пешіме салып 45-50 минуттай 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Менде 50 минутта бәлішім пісті. Осылай формасынан шешіп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып пісті. Иісінің жаңағы кереметтілігін сіздерге жеткізе алмай тұрмын. Өте керемет болып шығады. Мен мұнда жаңағы бәлішімді суытып барып турап жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай шашылып қалмайды. Өз-өзін ұстап тұр салмасы. Сондай керемет әрі тойымды бәліш болып шығады, достар. Жасап көріңіздер менің рецептімен. Көріп тұрғандарыңыздай осылай сочный болып шығыпты пирог. Достар, егер видео рецепт ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, жаңағы түсінбеген жерлеріңіз болса, комментке қалдырсаңыздар болады. Мен қолым босаған бетте барлығына жауап беріп отырамын. Сіздермен болған дәмді астарыңыз дәмді болсын.